Мен Қайнар бос қамту орталығының бастауыш сынып мұғалімі Айтмагамбетова Гүлдана Құдайбергеновна. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен біз Астананың мәдени орындары атты сабағымызды басталғалы отырмыз. Бүгінгі сабағымыз сұр сұхбат айдарында өткіземіз. Балалар, Астана дегенде естеріне не түседі? Астана қаласында қандай мәдени орындар бар? Бәйтерек монументі, Думан ойын-сауық орталықтары. Жақсы. Олай болса, сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, келесі сұр сұхбат айдарында бізде қонақта білім беру жолында талмай табысты еңбек етіп жүрген телепродюсер Молдахметова Мира Әділхан қызын таныстырамын. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз, Мира Әділхан қызы. Саламатсыңдар ма, балалар? Сіздер ме? Келесі, Мира Әділхан қызына қандай сұрақтарыңыз бар? Мира Әділхан қызы, сіз еңбек жолында жүргенде Астана қаласында қандай мәдени орталықтарында болдыңыз? Жарайсың, өте орынды сұрақ. Жалпы Астана қаласында мәдени орталықта ол жаңа өзің айтып кетпекші, ең бірінші ел іргесі Астана қаламыздың басты символы болып табылатын ол Бәйтерек монументі, сосын бізде бейбітшілік және келісім сарайы, сондай-ақ үлкен саммиттер, форумдар өткізетін ел басшымыздың үнемі қонақтарды қарсы алатын жері ол тәуелсіздік сарайымыз бар. Сондай-ақ өзің айтпақшы балаларға арналған Думан ойын-сауық орталығы, оның ішінде өзінің жаңағыдай Астана қаласының жалпы келген қонақтарына арнайы салынған аквапарк дейміз. Сосын бізде мәселен Атамекен деген этно-мемориалды осы біздің Қазақстан бойынша барлық қалалардың, барлық сәулетті жерлердің макеті жасалған сондай керемет музейіміз бар. Егер Астанаға барып жатсаңдар, міндетті түрде сол жерге баруларыңа кеңес беремін. Сондай-ақ бізде репрессияға ұшыраған ата-бабаларымыздың әйелдері кезінде жаңағыдай отырғызған Алжир деген музей бар. Ол де біздің тарихи нысан. Астанаға барып жатсаңдар, міндетті түрде сол жерге баруларыңа кеңес беремін. Жақсы, Мира Әділхан қызы, келесі тағы біздің сізге қояр сұрағымыз бар. Астана қаласында жаңа көпірге қандай ат қойылды? Сұрағыңа рахмет. Жалпы Астана қаласында менің білуімше қазір 3-4-ке жуық, бәлкім 5-ке жуық болар көпірлер бар. Оның жаңағы ең бір көзге түсетіні Есіл жағалауында орналастырылған, салынған, ол Атырау көпірі деп аталады. Ол жерде 2018-2019-20 жылдардағы статистиканың өзіне қарасақ, 10 миллионнан астам селфи жасалынған екен. Енді бұл дегеніміз ол көпірдің өте көріктілігінде, яғни әдемі көпір ретінде айтылып отыр. Сондай-ақ сол жағалау мен оң жағалауды қосатын Сарыарқа көпірі, сосын және бізде мына Нұр Есіл каналының бойында салынған 3 көпір. Мен қазір өзімнің білуімше осы көпірлер. Жақсы, рахмет сіздің сұхбатыңызға. Балалар, Астана күн сайын, сағат сайын өркендеп өсіп келеді. Шетелдік қонақтар оны дүние жүзінің 8-ші кереметіне теңеп, інжу маржан деп бағалауда. Бәйтерек монументі Астананы құс ұшатын биіктіктен көрсетеді. Ал Думан ойын-сауық орталығы әлемде теңдесі жоқ. Ішінде акула, сегізаяқ, скат, қылыш балық, бекіре сияқты неше түрлі балықтар жүзіп жүрген мұхиттық аквариум. Кешенде джунгли интерактивті ойындары аквапарк бар. Астана қаласында және де ұлттық кітапхана оқу орындары бар. Астана қаласы болашақ қаламыздың көз алдымызда өсіп келе жатқанына көз жеткізуге болады. Келесі, Мира Әділхан қызы, сіз оқушыларға қоятын қандай сұрағыңыз бар екен? Ал оқушылар, сендермен танысқаныма тағы да қуаныштымын. Жалпы Астана қаласы дейміз, біздің еліміздің іргесі, біздің Астанамыз қай жылы Астана болып бекітілді? Жауап бере ғой. 1998 жылы 10 маусымда. Сол жылы, яғни Алматы қаласынан
біз Астана қаласы болып осында келдік, е? Астана қаласы болып өзгертілді. Жақсы. Ерке есіл жағасында бой көтерген ерекше сәулеттік бірегей мүсіндік нышандар сап түзеген. Жоғары технологиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің жаңа астанасы. Мен өз елінің шексіз мақтаныш тұтатын көп дінді Астананың халқы бар. Әсем де мейірлі Астанамыз міне осындай қала. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар оқушылар Мира Әділхан қызына? Мира Әділхан қызы, сіз еңбек жолында жүргенде Астана қаласының қандай мәдени орталықтарында болдыңыз? Ол жаңа жоғарыда да айтылды, ол сұрақ негізі, мен барынша толық жауап бердім деп ойлаймын. Дегенмен тағы бір айтатын жер, мәселен бізде жалпы Астана қаласында біздің балаларға арналған қуыршақтар театры, ол жерде қаншама мән мағынасы бар, балаларға арнайы қойылатын ертегілер, ол жердегі актерлер, жалпы қуыршақ театры, сондай-ақ Қалеки атындағы қазақ драма театры. Егер шын мәнінде біз қазір оның бәрін тізіп айта беретін болсақ, біздің уақытымызда оған біріншіден жетпейді, бірақ сондай көрікті әдемі жерлер бар, балаларға арналған. Сондай-ақ бізде Астана қаласында тілге тиек ететін болсақ, ол оқушылар сарайы. Көзге бірінші түсетін ғимараттардың бірі, өте әдемі ғимарат, бірақ сонда ол жерде әдемі ғимарат болып қана қоймай, ол жерде білікті мамандар жұмыс істейді. Жалпы мына балаларды дамыту барысында қаншама осы біздің Екібастұз қаласындағы қосымша білім беру орталығына, қайнар орталығы сияқты көптеген мұғалімдер, білікті мамандар талмай жұмыс істейді ол жерде. Жақсы, Мира Әділхан қызы. Келесі екінші бөліміміз бойынша сезімнен туған өлеңдер атты. Астана туралы қандай өлеңдер білеміз оқушылар? Кәне айтып берсек бола ма? Атынан айналайын егемен ел, тәуелсіз күнін туы кенеле бер. Мерейің құтты болсын тәуелсіздік, ғасырдан ғасырға кенеле бер. Молодец. Еліміздің мақтаны еңбек сүйгіш халықпыз. О Астанам, Астанам, жарқыра күндей бас қалам. Қарыштай бер қанат қақ, ғасырларға бас қадам. Жақсы, келесі оқушылар қандай отан туралы білеміз? Отаның менің Қазақстан, сайында жүрсем әрдайым. Жақсы, керемет. Кәне есімізге түсіреміз. Тағы қандай өлеңдер білеміз отан туралы отыра қойыңыз? Тағы да қандай өлеңдер білеміз? Сезімнен туған өлеңдер оқушылар. Бұл да біз Астананың көрікті, айшықты жерлерін көрген, болған, өз ойларыңды айтыңдаршы, кәне Астана қаласында болған жерлеріңді, көрген жерлеріңді өз сөздерімен жеткізсек. Мен Астана қаласында экспода болдым. Онда болашақта болатын заттар, неше түрлі аквариумдар, құстар, жануарлар болады. Жақсы, келесі кәне жалғастырамыз, өлеңіңізді жалғастыра қойыңыз. Отаның менің Қазақстан, мәңгілік сен мақтанам, әрдайым сен жүрсем, күлімдеп жүрем әрдайым. Жақсы, керемет. Тағы да кім Астанада болды екен, кәне? Қандай жақсы айта қойыңыз? Мен Астанада бәйтерек ішінде отбасымен болдым. Анда біз көтердік әдемі қалалар, гүлдер, және тағы басқа ғимараттарды көрдік. Және де бәйтеректің ішінде болды президенттің қолы. Жақсы, елбасымыздың қолы. Енді бүгінгі тақырыбымыз Астана қаласының мәдени орындары деген тақырып. Астана қаласының мәдени тақырыпта қандай әсер алдыңдар осы сабақта? Сабақ несімен ұнады сіздерге? Сол сұраққа бір-екі сұраққа жауап берсеңіздер. Кімге рахмет айтамыз? Мира Әділхан қызы, сізге бүгін келіп отырғаныңызға көптен көп рахмет. Біз сіздің арқаңызда көптеген Астанадағы мәдени орталықтарды білдік. Жақсы, сендерге рахмет балалар. Жақсы, рахмет.
Осымен сабағымыз аяқталды.